ұстаздар және балабақша бүлдіршіндері. Бүгін мен сендерді келіп жеткен тәуелсіздік мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Тәуелсіздік мерекесі біздің ата-бабамыз аңсап, армандап жеткен біздің ұлттық тарихымыздың төл мерекесі болып саналады. Бүгін біз сол тәуелсіздік мерекесіне орай сендермен бірге ашық оқу іс-әрекетін бастаймыз. Бұл оқу іс-әрекетіміздің міндеті балаларды отанды сүюге, Қазақстан Республикасының рәміздерін қастерлеуге, туған жерге деген сүйіспеншілігін арттыруға тәрбиелеу, боздақтарға тәуету, бүлдіршіндердің тілдік, сөздік қорын байыту, мақал-мәтел, тақпақтар арқылы біз бүгінгі ашық іс-әрекетімізді Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұранымен бастаймыз. Орнымыздан тұрамыз. Енді біз атайықшы, біздің еліміз қалай аталады? Қазақстан. Жарайсыңдар. Тәуелсіз Қазақстан Республикасында біз өмір сүреді екенбіз, иә? Еліміз, отанымыз, жеріміз тәуелсіз Қазақстан Республикасы деп аталады екен, жалпы айтқанда. Біздің тәуелсіздік алғанымызға, біздің еліміз қалай аталады? Жарайсыңдар. Тәуелсіз Қазақстан Республикасында біз өмір сүреді екенбіз, иә? Еліміз, отанымыз, жеріміз тәуелсіз Қазақстан Республикасы деп аталады екен, жалпы айтқанда. Біздің тәуелсіздік алғанымызға биыл 31 жыл толып жатыр. Осы 31 жыл ішінде біздің еліміздің Қазақстан көптеген жетістіктерге жетті, иә? Күні бүгін біздің Қазақстанымызды бүкіл әлем мойындады. Әр адам баласының өз отаны, елі, жұрты болады екен. Ал біздің отанымыз қалай аталады екен? Қазақстан деп аталады екен. Жарайсыңдар. Отан сенің атанаң, отан досың бауырың, отан өлкең астанаң, отан аудан ауылың. Солай ма балалар? Ал ендеше балалар, біз Қазақстан тәуелсіз мемлекет болғандықтан біздің отанымыздың тәуелсіздігінің белгісі болып рәміздер жатады екен, иә? Біздің рәміздерімізді атап айтсақ, қара туымызды қарайшы. Бұл Қазақстан Республикасының, ол біздің мемлекеттік әнұранымыз екен, иә? Жібереміз. Ой, молодец. Жоқ, жақсы жер түспей қалды ғой. Кімдігі қатыратқан? Басқан жоқ, памет жоқ қой. Біздің отанымыз, еліміз, туған жеріміз туралы сендер тақпақтар білесіңдер ма? Жарайсыңдар, онда қазір кезектесіп бір-бірден тақпақтар. Сан асылла тарихым бол, кешегі туған жердің шежіресі деседі. Менің ерім Қазақстан отаным, болашақта бізбен бірге өседі. Ой, жарайсың, арыныз. Отан жерім, отан туым. Отан туым, отан суым. Жібереміз. Жоқ, жақсы жер түспей қалды ғой.